Рубрика «Кім мықты?». Бүгінгі видеода Ринат Қой және Шәріп Көке. Видеоға лайк басып тіркеліп кет, менің арманым 1000 подписчикке жету. Когда черт братанмен жеке қалып кеттім. Сен несінші атамасың мектепте? 5-ші. Ой, черт, мен мектеп кезде 1-ші атаман болғам. 3-ші атаман болғам. Я 7-ші атаман болғам, чотам. Мектепте жадақ жігіт боласыңдар да. Зато қыздарды айырғам. Тата сеніп қартайықшы. Қорқасың ба не? Я. Сен неге ана өзің бар, бір өзін шолып қоятатын ма? Ей, кетші әңгіме болып жатыр қойдым мен. Жігіт дегенде дух деген погон болу керек. Мен одан қорыққан жоқпын. Ана просто өзім сон. Не сен көшеде жүре аласың ба? Жоқ, шли емес. Мен саған да бір төбелес үйретейін. Қолың бейтесін стойка қорғанда бұл ше. Бір төбелес көрек, сол кезде үйреніп аласың. Ыс. Ош. Ауырды ғой. Мама, не болды? Папаға пранк істейік. Не пранк? Көрші, иә. Ей, мынауды өтпей қойды ғой. 250 мыңға телевизор алдым ғой. Қосаңшы, мама. Қарасай ма, рекламасы шығып тұр ғой. Ой, сіз оны қолданбасаңызшы. Жаңа тюбті тартып алыңыз. Google Play'да да, App Store'да да бар. Тегін ешқандай ақысыз, рекламасыз көре бересіз. Күшті ғой. Оның үстінде телефонды құлтап қойып, дауысын тыңдап жүрсеңіз де болады. Болыңыз тез. Болды, дайын. Қай отыр қазір? Не сынды, Нені қираттыңдар тағы да, Сындырып алдым. Абайламайсың ба енді сенде? Не құрттыңдар мына, не? Жарытпайсыңдар ғой, құртуға дайын тұрасыңдар. Ана екіншінің үйіне ақыра салу керек еді. Солар құртпай әпеден ұстап отырады. Немене дейді? Тоқалым да кәдімгі. Баба. Шаршатасыңдар ғой сендер. Ойбай. Адам жынына тиіп. Пранк қой бұл. Пранк. Маған қарсаңшы мұны. Экран істеп тұр ғой. О, ше. Менікі де пранк еді ғой шын. Жиналсаң келіп отырмын. Не, екі алып жүрсің сен сабақтан? Кімнен үлгі алып жүрсің сен, өзіңде ағаң қараш? Стройкада істейді ғой. Ол стройкада істейді. Өзіңде сіңдіңді қараш болмаса? Мектептен шығарып жіберді ғой оны. Бір қызы пышақтап түрмеге кетейін деп жатыр ғой. Ол да кетіп бара жатыр ма? Қазір сөз қайтарып жатсың сен. Папаң келсін жанын шығарып. Бала, папаң қақта сен? Папам ол стройкада қайтып кетті ше. Абион бітіре алмай қалды, мен бір қайтып кеткен ойға. Сен тексің ба? Жәрдем бер, бірге қайтпайсыңдар ма? Өзі бітіріп алды. Кіші шығар ол. Папаң келсін жаныңды шығарам, мен кеттім. Қаяқа дегеніңіз, білесіз ғой, мектепте от жағам ғой. Ертең жүресің, оқымасаң анау. Олда кім бар? Қызым өтініш оқи шаш. Маман қақта? Ұйықтап жатыр. Ұйықтай берсін. Маман оятсаңшы. Оятса енді барып. Қорқам мен. Қорыққан несе? Оятып көрсеңші. Қатын. Жата бересіз ба? Тұрса, шай ішейік та. Қатын. Сымылап. Айуам. Қалай оянады? Не үшін ояту керек еді мамаңды? Не үшін болғанда? Туған күні ғой. Таң атып кетті ғой. Тұрдың ба? Кешегі айбетте болды, кешір. Ойнама ана мені, жаман теді ол, керек қой, ол дейін керек қой. Айттарың мен. Сорлай. Кеше сізді таяжегіңіз білмейді ба? Мама. Не? Нағыл сізге. Жұрттың сосед баласы мамасына 5 гүл беріпті ғой. Сөйтіп айтатыңыз біліп, 6 гүл әкелгенсің ғой. Жұрттың баласы қасына подарок қосып берген ғой. Сөйтіп айтатыңыз біліп, подарок алдым ғой мен. Мих. Ол мих несі? Кім көрінгеннен жатта бола бермесін, көрінген нәрсені. Жұрттың баласы мамасына аяғын суға салады екен, ыстық қып ше. Сөйтіп айтатыңыз біліп, сүт құйып келдім. Жұрттың баласы мамасын Дубайға жіберіп жатыр екен. Сөйтіп айтатыңыз біліп, папа екеумізге Меккеге 2 билет алдым. Ана бала күнде мамасына су әкеледі екен. Сөйтіп айтатыңыз біліп, Седжимен супер кола алып келдім сізге. Неғып түсінбейсің, сен асырап алғанбыз. Жұрттың баласы мен балам. Бұларда мамасы тумады да, содан кейін балам бергем. Сен асырап алғанбыз. Енді неғып сүмірейіп тұрсын, өзіне Айгүлдің асыранды баласын қарашы, күліп жүреді қашан қарасаң. Қатын, шайың дайып. Сорлы.
Ұялмайсың ба? Көршілерден тыңдап. Өзімізде болмағансын тыңдап атырық. Ей, бақалмен тыңдау керек те, өзі жақсы естіледі. Күшті екен ғой. Так. Бүгін тыншаяды что-то. Ей. Ой, шешегің қуатшы. Тыңдаймын атыр қой. Саламатсыз қалайсыз? Құдай. Жақсы өзіңіз. И сорлы. Құдай. Көрші қалай амансыздар? Көрші, үйтіп дуал жағалай берген шеше. Айбетте. Витамин өнімдерін алсаңыздар. Күшті дейді ғой, естігем соны. Бүкіл витаминдер бар адамға керекті. Мына сендердің татуласқандарың ұнайды да бізге соны. Тыңдап. Сізде бар болса, беріп қойсаңызшы бізге де. Жоқ, өзім қазір-ақ біледім. Мән берме. Вақтыдан келетін күйші. Вақтыдан? Ой, өлтіреді. Не болып қалды? Үйде татуласып жатыр ғой онда біреулер. Қой, Келіңіз онда тыңдайық. Бакал абыл, бакал беріңіз сонда. Зор естіледі. Кім екен ол? Кімнің вайны күлкілі болды? Комментке жаз және каналға тіркеліп лайк бас. Және келесі видеоға кімді салыстырайын жаза кет.